Сәлеметсіздер ме достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әсем, және де бүгінгі санымызда сіздермен керемет шайға ішетін және де дастарханымыздың сәніне айналатын керемет чак-чак әзірлейтін боламыз. Олай болса, бастаймыз достар. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа ыдысымызға салып, үстіне жарты ас қасық тұз салып, және де бір ас қасық қопсытқыш салып, шаңышқымызбен жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне 400 грамм ұнымызды бөліп салып, жақсылап тұрып былғайтын боламыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз қоюланды. Ендігі ары қарай қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болдық. Өте иілгіш, өте жұмсақ қамыр болып шықты. Енді 10 минутқа целлофанға салып, тыныштықта қалдыратын боламыз. 10 минуттан кейін қамырымызды оқтауымызбен жайып бастаймыз. Міне достар, 10 минут өтті. Қамырымызды целлофаннан шығарып, оқтауымызбен жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Міне жақсылап жайып болдық. Осылай ирелек қылып, оқтаның көмегімен бірінің үстіне бірін қойып жаямыз. Жайып болған соң теңдей, екі саусақтың бөлігіндей тең бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Бөліктерімізге бөліп болдық. Енді бір лентадан алып, үстіне 3-4 лентаны қойып, осындай құралымыздың көмегімізбен соломкілеп турап шығатын боламыз барлығын. Міне барлығын турап болдық. Осындай соломкілер болды. Енді қызып тұрған қазанымызға бір уыстан салып, жақсылап тұрып, былғап тұрып, қызартып пісіріп алатын боламыз. Қызарды түсіріп аламыз. Чак-чактарымызды барлығын осындай ретпен пісіріп алатын боламыз. Міне достар, чак-чагымыз пісіп болды. Өте керемет әдемі болып пісті. Енді үстіне 150 грамм кішіміш салып, және де 150 грамм грек жаңғағын салып, барлығын араластырып, табақшамызға аударып, үстіне бір банка сгущенкамен жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Міне достар, біздің чак-чагымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай от чак-чак болды. Дастарханымыздың керемет шайға ішеріміз дайын болды. Алмаған лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Қош, сау сәлеметте болыңыздар.